Құрметті достар, біздер мына өткен видеомызда себеттің екі кардомен бітелген жерін қалай бітеу керек екенін көрсеткен боламын. Енді себеттің қабырғасын қалай көтереміз. Ол үшін қалай көрінеді. Қабырғасын былай көтереміз. Бірінші қабырғаны қисайтып, келесі қабырғаның үстінен аламыз. Одан кейін келесісін түсіріп, үшінші қабырғаның үстінен аламыз. Мына қабырғаны түсіріп, мына жерінен саламыз. 12. Содан кейін қатты қысып жібереміз. Келесісін алып, осылай бүкіл жағын қабырғаларын түгел көтеріп шығамыз. Осылай бар жағын түгел көтеріп, содан кейін әбден болғаннан кейін ішіне өзімізге манағы себетіміздің көлемін келтіріп отырған формамызды салып, яғни қалып саламыз. Содан кейін осы бағытпен біздің трубочкаларымызды өріп, қажетті деңгейге дейін көтеріп шығатын боламыз. Мынау біздің себетіміздің астын қабырғасын көтеру әдісі. Рахмет, түсінікті деп ойлаймын.